Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Жалпы YouTube арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да көп күшті ойындар шығатын болады YouTube арнаға. Сосын ойын ұнаған болса, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен көрсететін бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұл жүзден жүйрік ойыны. Жүзден жүйрік бағдарламасы, әрине ол телевизорда көрсетілген интеллектуалды сайыс. Жалпы бұл жерде 100 ұяшық болу керек еді, өзін ойынның негізгі несі, ойынның барысында 100 ұяшық болады. Бірақ бұны мен PowerPoint-та жасаған кезде 100 ұяшық, мысалы сабақта да қолдануға уақыт жетпейді. Сол себепті мынандай 10 ұяшықтан тұратын және жүзден жүйріктің 20 ұяшықтан тұратын екі версиясын жасап шықтым. Енді бұл жерде қазір түсіндіріп өтейін. Ең алдымен басталуы өзінің видеосымен басталады. Одан кейін ұяшық таңдайды. Одан кейін мына жерде көмектерін пайдаланады. Жалпы ашып көрсетейін. Главныйда тұрады показ слайдов. Сначала деп ашамыз. Ойынды бастау деген батырма арқылы ойынды бастаймыз. Бұл жерде бізге қазір сразу осындай ұяшықтар шығарады. Енді ойынға қатысушы, оқушы, мұғалімдер мысалы бір ұяшықты таңдайды. Сосын сұрағы шығады. Бұл жерде 3 көмек бар. Сүрінбейтін тұяқ жоқ. Ол бір жауапты белгілесе келесіне өткізіп жібереді деген сияқты. Ғаламтордың көмегі, сосын жақыныңа жанашыр бол деген көмектер. Бұларды алатын болса, бұлай екісі болады. Одан кейін 2 рет ала алмайды, 1-ақ рет алады. Осындай жабылып тұрады бұлар. Осындай істейді. Енді қате жауапқа басатын болсақ, осындай қабылданады, қате деп шығарады. Дұрыс жауапқа басатын болса, дұрыс деп осылай шығарады. Сосын келесі өткізу үшін осылай өтетін болсақ, мына жерде ұяшық жоғалады. Енді 6-шы мені ашатын болсақ, 6-шы сұрақ ашылады. Бұл жерде дұрыс жауапты белгілейік. Бұл кетті, дұрыс. Енді келесі 9-ды ашып көрейік мысалы. Сосын барлығында мынандай уақыт бар. Бұл өте тез, 10 секунд болу керек. 10 секунд ішінде ойланып болғаннан кейін сұраққа жауап береді. Мысалы, дұрыс жауапты белгілейді. Осы жерде ұяшықтар келгеннен кейін аяқтау деген батырма арқылы ойынды аяқтаймыз. Енді шаблонды алғаннан кейін қалай қолданасыздар? Бұл өте оңай. Мына жерге сұрақтарын жазасыздар. Сұрақы, мысалы есеп болса есеп, сұрақ болса сұрақ. Дұрыс жауап, қате жауап варианттарын жазып шығасыздар. Бұл сонымен қосып интерактив тақта жаңағы сенсор экранды қосып ойната бересіздер. Экранда басқан кезде істейді, барлығы даусымен, несімен барлығы істейді. Осындай қолдануға болады. Енді екінші шаблонды көрсетейін. Мына жерде уже 20 ұяшық. Яғни көбірек сұрақтан қолданам десеңіздер, бұл 20 ұяшықтан тұрады. Бұл да тура өзі жаңағыдай, бірақ мына жерде барлығы гиперссылкасы анимациясы қойылған 20 сұраққа дейін бар. Бұны да бір рет ашып көрсетейін. Екеуінің басталуы бірдей. Сначала деп ашамыз. Ойынды бастау дегенмен бастаймыз. Дауысы бар, өзі істеп тұрады. Осындай мысалы 16-шы сұраққа ашып көрейік. Ұяшық таңдайтын болса 16 шығады. Міне қабылданады, сосын қате жауап деген шығарады мысалы. Енді келесіге өткізейік. Мына жерде 16 жоғалып отырады. Біткеннен кейін аяқтау арқылы аяқтаймыз. Яғни бұл жердегі шаблон 20 сұраққа арналған, ал одан алдыңғы шаблон бізде 10 сұраққа арналған. Екеуі де дайын түрдегі шаблон. Егер осы шаблон керек болса, комментарий бөліміне өтіп маған жазсаңыздар, толығырақ айтатын боламын.